сен қатысып жатқаныңа қанша уақыт болды? 2 жыл. Сен өзің қатысқың келіп қатыстың ба, әлде мамаң папаң алып келді ма, үйренші деп? Басында мамам әкелген, мен басында қатысқым келеді, одан кейін үйрендім. Қазір қатысқым келеді. Қатысқың келеді ғой, иә? Сенің атың кім? Шұғыла. Сенің жасың қаншада? 10-да. Сен 10-дасың, иә? Қанша уақыт болып келіп жатқаныңа? Осы жылы келдім. Сен мамаң папаң алып келді ма, өзің келдің ба? Мамам өзі Instagram қарап отқан кезде осындай хабарландыруды көрді, содан кейін мен осындай құмыраға барғым келетінді айтты. Иә, енді ұнап жатыр ма өзіңе? Иә. Не жасай аласың? Тарелке. Қазір құмыра жасай алмаймын. Ұлғысын апай, сәлеметсіз, қалайсыз? Сәлеметсіз бе, жақсы өзіңіз? Жақсы, осы сұхбатты көптен бері қалап едік. Осы ғимаратқа көтеріліп келе жатқаннан кескіндеме, тоқыма бөлімі, ағаш өнері, небір жаңағыдай қол өнерге балаларды баулайтын бөлімдер бар екен. Жалпы сіз немен айналысасыз? Мен осы саз балшықпен, құмыра жасаумен, ыдыс аяқ түрлі мүсіндер жасаумен айналысамыз біз. Өзіңіз бұл салаға қалай келдіңіз? Алғаш қолға алған кезіңіз есіңізде ме? Иә, алғаш қолға алған кезім 5-ші класс оқып жатқан кезде папам әдемі бір құмыра жасап өтті. Мен өзім әкем құмыра шебері, осындай саз балшықтан құмыра жасайды, мүсіндер жасайды. Сол папамның құмыра жасап жатқанына қатты қызық қарайтын тұғым. Мен де осындай әкемге ұқсаған құмырашы боламын деп өзім алдыма мақсат қойдым. Сол мақсатқа Құдайға шүкір жайлап жетіп жатырмын. Білесіз ғой, қыз баланы осындай жаңағыдай саз балшық деген кезде жалпы енді қол өнерге әрине қыздарымыз бейім, дегенмен осы қол өнердің осы бір саласына отбасыңызда ешкім қарсы болған жоқ па? Жоқ, мен отбасымда ешкім қарсы болған жоқ. Өзім әкем осы саланы таңдауыма рұқсат берді. Мен рұқсат сұрадым әкемнен. Әке, мен сіздің жолыңыз қуғым келеді. Мен өнерге жақынмын. Ешқандай мен қолымнан бір математикалық есеп шығару келмейді. Тек қана осы өнерді жақсы көремін деп қасиетке түстім одан кейін. Сіз осы салаға түскеннен кейін жаңағыдай бір осы салада жұмыс істеп кетсем, табысты бола ма, жоқ па деген сондай бір қазір бәріміз енді материалдық жағдайды ойлаймыз ғой. Иә, сізде сондай сол жағынан қалай болды? Менің ол жағынан менде ешқандай материал, ол кезде менде тек қана қызығушылық болды. Мен ақша тауып, табыс тауып кетем деп ойлаған жоқпын. Сол 9-ші класс оқып жүргенде мен өзім кішкентай бір құмырамды, қазір ол кезде ақшаның құны бар кезде 500 теңгеге сатқан кезде міне мен өзімнің затымнан осындай 500 теңге тапқаным өзіме қатты қуаныш болды. Міне 500 теңге таптым, значит мен ендігі осыны қайтадан жалғастырып үлкен қылып дамытсам, бұдан да көп ақша таба аламын деген менде сенім болды. Қазіргі уақытта әсіресе осы қол өнерлеріне ерекше бір көңіл бөлініп жатыр. Қолдан жасалған бұйымдар, ұлттық бұйымдарға деген сұраныс көп және оның бағасы да күннен күнге асып бара жатыр. Сіз өзіңіз сатасыз ба қазіргі уақытта? Жеке мысалға клиенттерге тапсырма беріп, тапсырыс беріп жатса? Иә, әрине қазір осы Түркістанның облыс болуына байланысты түрлі парктерге түрлі мүсіндер қойылып жатыр. Бізге де тапсырыс түседі, бірақ енді менің әкем қазір мектеп емес, қазір үйде тапсырыспен ғана жұмыс жасайды. Әкем екеуміз әртүрлі жұмыстар жасап сатамыз. Идеяны қайдан аласыз? Идея өзі туады. Әкеңізбен келіспей қалып, мысалы әкеңіз осындай ойы десе, сіз жоқ, менікі мынандай ойы жарасады деген сондай бір пікір таластар болады ма? Екеуміз де қол өнер әрине болады енді. Мен мына жағына қарап ұнатып тұрсам, папаның ойлайтыны мындай түпкі жағынан ойлайды да, мен сыртқы жағын ғана, әдемілігін ғана ойласам, папа ол құмыраның ұсталуы, адамға ыңғайлысы солардың. Яғни қолданысқа екеуміз бірге келісіп жасаймыз көбінесе. Осы өнер, саз балшық өнері тарихын айтып өтсеңіз. Тарихы бұл саз балшық баяғы заманнан келе жатқан өнердің бір түрі ғой, енді қазіргі кезде ұмытылып бара жатқан. Осы болашақ ұрпаққа өзіміздің ұмытылып бара жатқан өнерімізді қайтадан осы балаларға үйретіп кетсек, бізде енді үйретіп кетсек дейміз ғой. Баяғыдан бері енді менің папамның нағашы атасы осы саз балшыққа айналысқан екен. Нағашы жағынан дарыған өнер болып шықты папама. Енді пападан мен үйде 5 қыз бір баламыз. 5 қыздың ішінде маған ғана дарыды осы өнер. Сол секілді баяғы неден осы
атадан балаға келе жатқан мұра ғой. Иә, жалпы мұсылман елдерде мейлі жаңағы Өзбекстан болсын, Түркия болсын, осы сазбалшық және біздің осы Түркістан, Қазақстан болсын, әсіресе Түркістан өңірінде бір өзіндік бір орны бар сияқты. Қанша жерден ұмытылғанның өзінде сақталып қалынды бұл өнер. Әрине, қазір Күлтөбес қалашығынан да түрлі құмыралар табылып жатыр баяғы заманның. Негізі біздің мақсатымыз әкемнің мақсаты, енді мен қазіргі заманауи стильге кеткен енді кішкене, ал әкемнің мақсаты ұмытылып бара жатқан құмыраларды тек қана галереяларда, көрмелерде ғана емес, әр қазақтың бір үйінде тұрсыншы деген жаңағы мақсатпен жасалады. Сол сынған құмыраларды қайтадан қалыпқа келтіріп, тура сондай қылып копиясын жасап шығарады. Көненің көзі асылдың сынығы дейміз ғой. Сіз қазір осы жаңа үйірмең жайлы айтып өтіңізші. Үйірмем, мен бұл үйірмеде 7 жылдан бері жұмыс жасап келемін. Жаңағы біздің коллективте ұйымшыл өте. Мен 3 жаңағы 4 жыл оқып, 4 жылдан кейін диплом алып, 3 түлек жібердім өзім. 7 оқушыны осы дипломмен сертификат беріп, болашақта қазір біреуі Қастеевте оқып жатыр, біреуі МКТУ-да бейнелеу өнер және сызуда оқып жатыр. Қуаныштымын, жалпы оқушылар болса келеді сабаққа, үйренеді. Маған бір қуантқаны тегін екен. Мемлекет тарапынан тегін. Бұл өте балалар үшін үлкен көмек деп ойлаймын. Сіздер балаларды қабылдар кезде қандай талаптар қоясыздар? Жасы мысалы қанша болады? Иә, біздің талаптарымыз бар енді 4-ші класстан 8-ші классқа дейін. Өйткені 8-ші класста бізде ары қарай бала келуі қиындалады. Өйткені 11-ші сынып балдар уже ОБТ-ға дайындалу керек. Ары қарай 3-ші класс бізде 4 жыл оқиды ғой. 3-ші, 4-ші классқа келгенде балалар келмей қоюы мүмкін. Өйткені әрқайсысы колледжге тапсырып кетеді, универге, біреуі жаңағы басқа жұмыс орнына тұрып кетуі мүмкін, үлкен жастағылар алатын болсақ. Негізі өзім жаңағы оқудан тыс, бұл жерден тыс, мен өзім үйде жаңағы үлкен адамдарды да қабылдай беремін. Мысалы менің қызығушылығымға құмыра жасағым келеді. Мысалға кез келген адам, сіздің сағатыңызда қанша аласыз? Енді платный болып жүреді, ол жағынан келісеміз ғой. Мен енді көріп отырмын, 8 оқушының 2 ұл бала, 6 қыз. Қазір сіздер не жасап жатсыздар? Лайды қайдан алдыңыздар? Лайды мен отырар қалашығынан 3-4 метр тереңдікте жататын саз балшық болады. Бұл сазды жаңағы топырақ күйінше аламыз. Топырақ күйінен кейін мынандай әдемі бізде не бар? Өзіміз құмыра жасауға арнап қасып қойған жеріміз бар. Сол лайды шілекер қысап айластырамыз сол жерге. Одан кейін астына шүберек тастап, мынандай шүберек үстіне түрлі сеткадан өткіземіз. Оның ішіне қыл, тас, жаңағы ағаштар, қылтықтар, тамырлар, майда-майда тастар көзге көрінбейтін, цементтер қалып кетпеу керек. Ол қалса, ол 1200 градуста құмыра күйдіргенде жарылып кетуі мүмкін да. Сол қолға ешқандай батпайтын болып тұру керек жұмыс жасағанда. Бұл қазір мұзда емес екен, иә? Иә, жылытып қоямын. Температурасында. Ең бірінші не істейсіздер? Ең бірінші біз жаңағы сазбалшық жасап аламыз, одан кейін міне қолымызбен балдар илейді, осылай Кемі қанша уақыт илену керек? Негізі кемі жарты сағатта илену керек, бұл ию қану керек. Мысалы үшін апаларымыз қамыр илегенде әттен июін қандырады ғой, сол кезде нанымыз үлкен болып көтеріліп шығады ғой. Бұл да тоже сондай секілді. Июін әттен қандырған сайын бізде құмыра жасауымыз жаңағы ішіндегі ешқандай бір жер қатты, бір жер жұмсақ болып қалмау керек, біркелкі болып шығу керек. Илеуін қандырамыз, сосын жағы содан кейін гончарный круг дейді, жаңағы қолдан құмыра жасайтын станокқа отырамыз. Енді осы құмыра жасауды, мысалға мен бұрын енді жасап көрмеген адамым, қанша уақытта меңгеріп кете аламын? Енді көп, енді 3-4 жыл үйрену керек негізі, бірақ 1-2 келгенге сіздің қолыңыз ұстап отырып, поддержка етіп отырып, кішкене болсын жаңағы өзіңізге арнап икем болса жасауға бар ғой. Сізге енді келіп жатқан клиенттер қандай мақсатта келеді? Қандай мақсатта? Бұл глинотерапия деген болады. Адамның стресsi снимать етуге. Көп жағдай қазіргі заманда түрлі стресске адамдар түсіп қалады. Шыға алмай қалады уже.
сол кезде ойын басқа жерге аудару керек, ой демалу керек, миын демалдырып. Қазір ДЦП-мен ауыратын балдарда, психологически ауыратын балдарда осы лайды мыжған сайын баланың жүйке жүйесіне тамырлар арқылы нелады екен, жаңағы көмектеседі. Осы лайды езу арқылы, құмыра жасау арқылы, түрлі осы лайға әбден үйренген сайын баланың да ой өрісі дами бастайды екен. Бұл медицина жағынан да дәлелденген. Глинотерапия деген бар ғой. Әрі өзіңнің қолыңнан әдемі бір өзім. Мынаны мен өз қолыммен жасадым деп мысалы. Қазір көбісі оқушыларым апай сен барып келе жатыр, мен мамама мынандай жасайыншы, сыртына мамам атын жазып қояйыншы деген секілді қылып, балаларым түрлі нәрселер жасайды өздері. Ұлболсын апай, мына қолымдағы құмыра, енді қараңызшы, түйе, қазақтың мына тұмары, ою өрнегі, бояулардың реңін айтсаңызшы, қанық, түстері анық, әдемі шыққан. Өзіңіз жасадыңыз ба? Әрине өзім жасадым. Әлде оқушыларың сізге сияпат етті ме? Жоқ, өзім жасаған жұмысым. Бұл жерде қазақтың сәукелесі бейнеленген, мына жақта қарап тұрсаңыздар, мына түйе бейнеленген, мына басқұр тәріздес тұмарды жіберген мына жерде. Мына жерде түйенің несі бар, формасы бар. Мұны қарап тұрсаңыздар, түрлі көңіл күйді көтеретін түстер бар. Сәукеле деген қыздың әшекейінің бас киімінің бірі. Сол себепті өзім осы сәукелені ұнататын болғаннан кейін осы сәукеле жасадым. Түйе ең киелі жануар дейді ғой. Енді тұрмысқа шығып кетіп бара жатқан қыздың бейнесі бұл. Яғни тұрмысқа шығып жатқан қыздарға осында құмыра сыйласақ. Әнді керемет. Әрі естелік отбасынан. Мына жерде бұл қазақтың ою өрнегі. Көктемнің барлық түстері бар. Бұлар көктемде жасалынған, осы айда жасалған, осы көңіл көтеретін түстер. Бұл жерде де түр неміз түгел болсын деген нете бар. Мына жерде бәйшешекті бейнеленген. Қандай әдемі, өзінің терең мән мағынасы бар. Ұлболсын апай, сізге көп рахмет, сұхбат бергеніңізге, қаншама шәкірт тәрбиелеп жатсыз. Бұл ойындың, бұл сабақтың астарында ұлттық рухқа, ұлттық идеологияға деген жастарымызды бейімдеу бар. Яғни біз тарихымызды білуіміз керек, ұлттығымыз үшін. Біз өзіміздің ата-бабамыз қандай жағдай істермен айналысты, қандай бұйымдар, қандай туындылар шығарды, олардың бәрін біз бойымызға сіңіріп өсуіміз керек. Сондықтан да жалпы осы қол өнершілер мен үшін бір асыл мамандықтың иесі. Сондықтан да оқушыларымыз көп болсын. Және де біздің елімізге осылай талмай еңбек ете беріңіз. Рахмет сізге.